Сізге егер сценарий жазуға, контент план құрастыруға үлкен күшіңіз, энергияңыз кететін болса, бүгінгі видео сіз үшін өте пайдалы болады. Мен оған гарантия бере аламын. Бүгінгі видеода біз 5 минуттың ішінде бір айға, даже жарты жылға контент план құрастыра аламыз. Және бұл ешқандай нейросетсіз, платный емес, подписканы требовать етпейді. Чат GPT-дің де идеясынан более уже мықты вариант деп айта аламын. Мен айтатын контент стратегия ешқандай нишаны талдамайды. Будто сіз трейдерсіз, будто сіз мебель жасайсыз или же мобилографсыз, любой сфераға келе береді. Ол үшін ноутбугыңызды аласыз или же телефоныңызбен алып Google деген приложениеға кіресіз. Google деген браузерға кіргеннен кейін любой өзіңіздің нишаңызды іздейміз. Мысалы трейдингқа кіргеннен кейін трейдинг view деген сияқты неше түрлі программалар шығады. И енді бүйтіп ашып қарасаңыз, как пользоваться трейдинг view, осындай деген сияқты Яндекстің немесе ютубтың прямой рекламалары кетеді. Енді қараңыздар, дәл осы браузердің ішінде вопросы по теме. Значит, бұл жерде, бұл нишада адамдар көптеген сұрақтарды осылай қояды деген сияқты. Что такое трейдинг view? Сколько стоит трейдинг view деген сияқты. Можно ли көрдіңіздер ма? Біреуін егеуін ашқаннан кейін бұл жерде запросылар көбейеді. Значит, бұл темалардың барлығы уже көптеген адамдар іздеп жатыр деген сөз. Сіз просто алып рилстарыңызды басқа темада түсіріп жүруіңіз мүмкін, ал реально адамдар осы нәрсені іздеп жатыр. Как легко понять трейдинг? Это готовый сценарий для вашего рилса или же для ютуба. Просто алыңыз, мне можно ли начать трейдинг со $100? Блин. Қараңыздар, неше түрлі сіздерге уже заголовоктарды дайындап беріп тұр. Допустим, что психолог. Мына жерде не бар? Психология туралы Википедия. Вопросы по теме. Что делает психолог? Көрдіңіздер ма? Сколько стоит 1 час? Можно ли поговорить с психологом бесплатно? Мен ойлаймын, что мынандай теманы ешкім түсірмейді деп білмеймін. В каком случае идут к психологу? Білмеймін менде. Маған да қызық. Какие болезни лечат психологи? Қудыртып түсіре берсеңіз болады. Екінші вариант бар. Қараңыздар, достар. ютубқа кіресіз. Бұл контент планға идея табудың мықты түрі деп ойлаймын. Енді ютубқа кіріп, психолог. Допустим, что Евгения Стрелецкая деген қызды біз қазір талдаймыз. Видеосына кіреміз. Популярный өткен ютубта, в принципе, осознанно адамдар отырады. Қараңыздар, 3,6 миллион. 3 правила идеальных отношений. 3,2 миллион. Повышаем самооценку. Вот, избавиться от любой тревоги самостоятельно. Вот осындай сізге контент планыңызға мықты техникаларды айтып өттім. Және ол рилстарыңызды түсіріп қана қоймай, автоматизацияға қойып, дальше өзіңіздің продуктыңызды қиналмай сата аласыздар. Ал оған сізге ChatPlace көмектеседі. ChatPlace деген ол бот. Кейбір блогерлерді, эксперттерді қарасаңыздар, төменге любой бір кодовый сөз жазып кет деп айтады. Сол жазғаннан кейін сізге уже директіңізге сразу бір лид магнит жіберіле қояды. Вот осындай форматта сіз жаңағы контент пландарыңызды алып, қолданып, мықты просмотр жинап, дәл осы ChatPlace-қа прикрептеп қойсаңыздар болады. Төмендегі описанияда менің сілтемем бойынша өтсеңіздер, сіздерге 14 күн тегін пробный вариантты және ең ыңғайлы бағамен тіркелуді ұсынады. Оны қалай тіркейсіздер? Мына жақта оңай тіркелгеннен кейін сіз дайын сабақтарды қарай аласыздар. Обучениесі ішінде бесплатно. Қалай қосу керек, қалай алу керек, геймификациясы, чат-бот. Мысалға, кейбір блогерлер бар, маған тіркелмесең жібермеймін деген сияқты. Бұл жерде тоже подписчик жинап алудың да үлкен бір выгодасы жатыр. Мысалға, мен өзімнің боттарыма тіркеп қойғанмын. 249 адам, 974 адам маған сөздерді жазып, и менде 974 адамдар менің лид магнитімді, яғни менің воронкама түскен. Өзінің быстрый чат-бот деген бар, ішінен кіріп, өте оңай тіркеліп аласыздар. Төмендегі сілтеме бойынша тіркеле аласыз. Сонымен достар, мен қолданатын сценарий бойынша контент план құрастырудың техникалары ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, тіркеліп кетіңіздер, төменде инстаграмыма, даже менің телеграмма тіркеліп қойсаңыздар болады. Пайдалы ақпараттарды бірінші болып ала аласыздар. Және де менімен жұмыс жасағыларыңыз келсе, обучение немесе сіз эксперт болып рилстарыңызды продвигать еткіңіз келсе, то төменде тоже анкета бар. Анкетаға өзіңіз кімсіз, қай қаладансыз, немен айналысасыз, соны полный жазып кетсеңіздер болады. Егер де жолымыз түсіп жатса,
бірге жұмыс жасаймыз деген ойдамын. Сау саламатта болыңыздар, кет барыш жолдарыңыз болсын. Суй.